Облыс әкімі Нұрлан Нұранхаев қала ішіндегі өзінің кезекті жұмыс сапарын Бейбітшілік аралынан бастап жұмыс аяқталуға жақын темір жол құрылысын көрді. Ұзындығы 2 шақырымды құрайтын жаңа желіде 3 вагон мен 1 тепловоз қызмет көрсетеді. Пойызда 32 орын бар, сыйымдылығы 70 адамға дейін жетеді. Дәл осы аралда әр беріп тұрғанның бірі Етно ауыл. Аймақ абаттандырылуда, қазірдің өзінде туристік ақпарат орталығы мен кәдесыйлар дүкені, сондай-ақ дәмхана, 3 киіз үй және балалар ойын алаңы орнатылды. Аймақ басшысы одан әрі құрылысы тоқтаусыз жүріп жатқан дәрігерлер скверіне барды. Қазір бұл жерде тас төсеніштер төселуде, шамамен 3000 шаршы метрден асатын аумақта жұмыс орындалды. Мердігер скверге қайын, Сібір шыршасы, тал, бөрі қарақат, шырша көшеттерін отырғызды. Ендігі кезекте ел өтіп, алма ағашы көшеті отырғызылады. Семей қаласында ағымдағы жылы жалпы ұзындығы 36 шақырымды құрайтын 40 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жоспарланған. Бүгінгі күнге дейін 25 көшеде орташа жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Қазіргі таңда қалған 7 көшеде асфальттау жұмыстары белсенді жүргізілуде. Жолдарды жөндеу жұмыстары қаланың инфрақұрылымын жақсартуға және тұрғындарға қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Семей қаласында биыл 50-ден астам аула абаттандырылды. Оның ішінде 14 жоба халық қатынасатын бюджет бағдарламасы аясында жүзеге асырылды. Тұрғындардың өтініші бойынша Тельмана көшесі 149 және Титова көшесі 140 мекенжайларындағы ауылдардың жаңартылған аумақтарының ашылу салтанаты өтті. Салтанат шараға орай Семей қаласының әкімдігі ойын-сауық бағдарламасын ұйымдастырып, тұрғын үй кешендерінің кішкентай тұрғындарына арналған турнирлер өткізді. Мердігерлер балаларға сыйлық ретінде топтарды табыстады. Қаламыздың сол жағалауында қазыналы қарияларға қызмет көрсететін белсенді ұзақ өмір орталығының тағы бір бөлімшесі ашылды. Белсенді өмір сүру орталығында қызмет алушылар емдік дене шынықтыру сабақтарын, медициналық қызметтер, еңбек терапиясы, тілдік курстардан өтіп, сондай-ақ би домбыра үйірмесіне, психологиялық тренингтерге қатыса алады. Бұл бөлімше аптасына 100-ден астам зейнеткерлік жастағы адамдарға қызмет көрсетеді. Жаңа Семей ауданының әкімі Руслан Базарбаев Шаған кентінің тұрғындарымен есептік кездесулерін жалғастырды. Кездесу ашық диалог, сұрақ-жауап форматында өтті. Онда аудан басшысы ауылдағы инфрақұрылымды дамыту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап, азаматтарды жеке мәселесі бойынша қабылдады. Ағымдағы жылы Шағанда бірқатар маңызды жобалар жүзеге асуда. Биыл кентте жарықтандыру жұмыстары қолға алынып, ұзындығы 1,9 шақырым болатын көше жарығының құрылысы аяқталды. Осының нәтижесінде негізгі көшелерге 76 шам орнатылды. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы. Семей таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.